Сәлем достар, бүгін біз жұмыртқадан бөрек дайындаймыз. Ең алдымен қамырымызға тұзымызды, жұмыртқамызды салып, орташа қылып қамыр илейміз. Қамырымызды екі бөлікке бөліп тындырамыз. Қамырымыз демалғанша жұмыртқамызды дайындаймыз. Жұмыртқамызды ыдысымызға керекті мөлшерде шағып дайындап аламыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап осылай араластырып аламыз жұмыртқамызды. Үстінен сүтімізді және де сұйық майымызды, бір қасық тұзымызды саламыз. Салып оны да араластырамыз. Қамырымызды жаямыз. Қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта жаямыз. Қатты жұқа болса езіліп кетуі мүмкін қамырымыз. Оны осылай домалақ пішінді келтіріп кесіп шығамыз. Қамырымыздың екі шетін біріктіріп, ортасын ашық қалдырамыз. Осылай. Барлығын осылай бүгіп шығамыз. Ортасын ашық қалдырып, қайнап тұрған суымызға тұзымызды салып, қамырымыздың ішіне начинкамызды құйып, қайнап тұрған суымызға саламыз. Осылай дәмді жұмыртқа бөрегіміз дайын болды.